Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзімнің каналымда ерекше ыстық тағамдардың бірі французша ет деп аталатын тағаммен бөліскім келеді. Бұл тағам өзінің ерекшелігімен барлығын баурап алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындау жолына келетін болсақ, ең алдымен ет тартқыштан өткізілген етіміздің үстіне тұзымызды және де қарабұршымызды салып, алдын ала дайындап аламыз. Келесі кезекте осындай арнайы формамызды алып, ішіне сұйық май құйып майлап аламыз. Одан кейін ұсақтап жіңішке етіп туралған картобымызды дәл видеодағыдай орналастырып шығуға кеңес беремін. Өйткені бір-бірінің үстіне орналастырып, қабаттастырып орналастыратын болсаңыздар, картоптарыңыз піспей қалуы мүмкін. Осылай араларын ашып, рет-ретімен әдемілеп орналастырып шығыңыздар. Одан кейін үстіне тұз себеміз ақырындап, және де майонезді сеуіп, осындай арнайы щеткамен картоптарымыздың үстінен әдемілеп жағып шығатын боламыз. Одан кейін алдын ала дайындап қойған фаршымызды, етімізді үстінен салып, барлық жеріне жететіндей етіп орналастырып шығыңыздар. Достар, мен описание бөліміне керекті заттарымыздың барлығын қалдырдым. Сол жақтан қарап, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді тағамдардың бірі, және де осылай етімізді орналастырып болғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды үстінен сеуіп шығамыз, және де тағы да майонезді сеуіп, кішкене ақырындап тұз себеміз. Одан кейін тағы да үстінен ұсақтап туралған картобымызды дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Тағы да осылай картоптарымызды орналастырып алғаннан кейін үстінен тағы да майонез сеуіп, арнайы щеткамен үстінен жағып шығамыз. Жағылған майонез картобымыздың үстінен осылай ұсақтап жіңішке туралған помидорымызды және де қойып шығамыз. Рет-ретімен тағы үстінен майонезбен заправить етіп, әдемілеп, тағы да щетканың көмегімен жан-жағының барлығына жетерлікті етіп жағып шығыңыздар. Және де қызып тұрған пешімізде 40-50 минут көлемінде 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің французша етіміз пісіп шықты, және де осының үстінен үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп, тағы да қызып тұрған пешке 5 минутқа салып алатын боламыз. Видеода көріп тұрсаңыздар, мен сырымыздың үстінен дәмі кірсін әрі әсемдігі үшін осындай зеленді сеудім. Дәл осылай 5 минуттан кейін сырымыз еріп, өте дәмді французша етіміз дайын болады. Осымен біздің асымыз дайын. Достар, өте дәмді, өте сочный, керемет болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жандарға ұнауына сөзсіз кепілдік беремін. Ерекше тағамдардың бірі. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, алда шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Айпана, назарларыңызға рахмет.